Мен мына басқа ұлт өкілдерінде риза болатын, орыс халқын айтайық мысалы, мақтағаным емес. Мына кішкентай баласымен, кішкентай кезінен, үлкен адаммен сөйлескен секілді сөйлесіп бар. Үлкен адаммен сөйлескендей сөйлеседі. Мысалы, бүйтіп сұрайды. Кушать будешь? Нет, иди спать. Кішкентай бала деп айтпайды. Ана бала томпаң-томпаң етіп жүріп барады да, свет сөндіріп, спокойно деп жата қалады. Сен біздің қазақтың балдарына ұйықта деп көр. Біз қазақта бала ұйықтатамыз деп өзіміз ұйықтап қаламыз. Шынымен сондай. Бізде мына қазақтар баламызбен ешқашан қазақша сөйлеспейміз ғой. Бізде екі тіл бар, біреу қазақ тілі, біреу бала тілі. Біз ешқашан қазақша айтуға болады ғой, айтпаймыз қазақша. Ол түсінбейді деп ойлаймын. Олармен бүйтіп сөйлесеміз мен былай. Дейсің ба? Дейсің ба? Дейсің ба? Дейсің ба? Ай, пішпалат, пішпалат. Пішпалат ұстама, пішпалат. Кака. Дейсің ба? Пақ дейсің ба? Дейсің ба? Кел, ұпа дейін ба? Не сөз ұпа деген? Ұпа дейін ба? Біраздан кейін әлгі бала өзі келіп тұрады саған. Ұпа деш деп ақыл. Жоқ, шынымен сондай. Одан ол балдар өсет. Жігіт болады. Бір қуанышқа барады, тойға барады мысалы. Бір қолына микрофон беріп, тосайчы десең, әлгі балдардың тосын айтқан көрсеңіздер. Ой, талай көрген шығарсыздар енді. Міне мынандай тостар болады міне. Бәкем на той тост. Денсаулығында мықты болып, осылай. Давай, Бәкем. Ана қасында дос тұрады, дос өзінше жалғастырып жатыр. Досын айтқанына қосылам дейді, өзі түсінген жоқ не айтқанға. Шынымен сондай. Бізде кейбір апаларымыз бар, қолына микрофон беріп қойып, тос айт десең, мына жастар түсініп жатыр ма? Халық түсініп жатыр ма? Ол кісіге соқпайды. Главный өзі түсініп жатыр. Тілек айтқан кездегін көрсеңіздер, мынандай тілектер болады міне. Ал енді айналайын құрметті қонақтар, балдар бақытты болып, денсаулықтар мықты болып, бүгін енді осы екі баланың арқасында келіп отырмыз. Жалпы екі бала бақытты болса, денсаулықтар мықты болса, қашаннан қашанға, осындай арманнан арманға жете беріп, біз осылай отырып жүре береміз. Қашанда осы балдар бақытты болса, денсаулықтар мықты болса, мен ана тауып деген жерлердің бәрінде тонау алып. Ана қасында адамдар тұрады ғой. Денсаулықтарым көрді, тағасында осымайынды. Сол балдар бақытты, денсаулықтар мықты болып, әрқашанда осы ойнап жүре беріңіздер. Сол үшін алып қойыңдар деп қояды. Ой деп қоласы. Ал енді көп ағаларымыз байқамайтын тілектер болады жалпы. Мынандай тілектер. Ал енді балдар бақытты болыңыздар. Денсаулықтары мықты болсын. Осы балдар бақытты болса, денсаулықтары мықты болса, соларды іштегері жоқ деп ойлаймын енді. Балдар бақытты болыңыздар, денсаулықтары мықты болсын. Әрқашан осылай бақытты болып, денсаулықтары мықты болып жүре беріңдер. Сол енді, денсаулықтары мықты болсын, балдар бақытты болсын. Ал енді аға, балдар бақытты болсын, денсаулықтары мықты болсын. Бәрімізден бақытты болайық, денсаулықтары мықты болсын. Балдар енді тағы айтарым сол сіздерге. Бақытты болыңыздар. Денсаулықтарың мықты болсын. Қолында микрофон жұлып алмасаң, осылай сөйлей беретіндер бар. Бақытты болыңыздар. Денсаулықтарыңыз мықты бол.